Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осылай жазда піскен жеміс жидектерді немесе көкөністерді, фруктыларды қалай қысқа дейін морозилкада дұрыс сақтау жолымен әдісімен сіздерге бөлісіп өтемін. Менде бұл жерде черешнялар. Алдымен барлығын жақсылап жуып аламыз. Осылай құрттап кеткен, құстар шоқып кеткен, жаман болып іріп кеткендерін әрине морозилкаға сақтауға болмайды. Неге десеңіздер, қалғандарын да қысқа дейін шыдамай жаман болып былшылдап кетеді, зиян тиеді. Ондайлардың қажеті жоқ. Жақсылап жуып алып, осылай сүлгіге немесе материалға барлығын жай кептіріп аламыз. Кептіргеннен кейін міне бұл жерде уже поднос разностерге осылай жеке-жеке бір-біріне қатты жабыстырмай, көп үйіп салмаймыз. Осылай 3 сағаттай қатырып алатын боламыз. Штуковый әдем болып, дана-дана болып қатты тұрсын десеңіздер, осылай қатырып аласыздар. Бірінші 3 сағаттай морозилкаға салып. Міне бұл жерде уже тастай болып қатып қалған. 3 сағат қойып шығардым. Сіздерге көрсетіп тұрмын қалай болады дегенін. Кейіннен барып осылай пакетке салып қоясыздар. Ертең өздеріңіздің алдыларыңыздан шығады. Беймарал морозилкадан шығарып компот жасай берсеңіздер болады. Пирог, торттарға, бетін сәндегенге, капкейктерге бетіне әдем болып шығады. Ол кезде білесіздер ғой, бұны қыста сатып алам десеңіздер, бір кішкене ыдыстағысының өзі 1500-2000 теңге. Қазірдің өзінде де итак сондай ғой. Ертең осылай өздеріңізге алдын ала арзан болған кезде немесе үйлеріңізде пісіп тұрған кезде осылай сақтап қойсаңыздар болады. Ертең компот істеп іше бересіздер, беймарал алдыларыңыздан шығады. Кез келген жеміс жидектерді, клубника болсын, жаңағы овощтар болсын, барлығын осылай жуып тазалап подностерге қойып, жеке-жеке осылай қатырып аламыз. Содан кейін бар пакетке салып қойсақ болады. Жаңағы айтқандай іріп кеткен, шіріп кеткен салуға болмайды. Қалғандарын да қысқа дейін шыдатпай бұзып тастайды болмасам. Міне біздің осылай черешняларымыз уже дайын. Клубникаларды да сөйтіп қатырып қойсаңыздар болады. Егер сіздерге пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Біздің осымен черешняларымыз дайын. Қазір енді морозилкаларға барлығын салып қоям. Қысқа дейін беймарал тұра береді. Қатқан күйі езіліп те кетпейді.